Сәлем достар, сіздермен бірге NL Life TV. Бүгін біз Алматыдамыз. Алматыда біздің достарымыз Ахон Бержан және Баха Бупер күтіп алды. Енді бүгін біз осы достарымызбен қосылып бір пранк жасамақшымыз. Пранктың сюжеті бұлай болады. Пранкта басты рөлде Ахон сен боласың. Алдаймыз. Бірақ сенің көмегің керек, әрине Баханың да көмегі қажет. Сценарий бұлай болады. Ертең біз сағат 12-1-лерде саған келеміз. Сол кезде Баха Диляны алып шығып кету керек. Сыртқа алып шығып, білмеймін, бір жарты сағат 20 минут көлемінде сен сыртта ұстай тұру керексің Диляны. Қалай да болса. Сол кезде сен қызбен жатасың. И Диля кірген кезде кәм шешініп жатам ба? Енді көреміз ғой. Бірақ сол Диля кірген кезде Диляның реакциясын байқаймыз қалай болатынын. Білемін. Әрине енді бұл пранк қой. Пранк үшін енді жасайық. Дос балдарымыз NN Life-тың балдары осы үшін келіп тұрсыңдар ма? Пранк үшін ба? Пранк үшін келіп тұр екен, осы пранк үшін Кентаудан Алматыға. Енді сөздерін жерге тастай алмаймын, қалай болса да, енді көрем. Диля ренжіме. Дилек жестко ойнайды. Не айтасыңдар соны жасаймын деп ойлайсың? Дилекті шығарсам, звондап шақырсам шыға ма? В общем, срочно шыға ғой, срочно есік алдына 5 минутқа шықшы деп. Или бірдеңе беріп жіберем дейсің ба, бірдеңе айтасың ғой. Мен өтірік ұйықтай саламын. Сен маған бірінші звонда, мен телефон сенен көтеремін де сразу сен кетіп тұрғаныңды біліп ұйықтай саламын да өтірік. Сендер анау мені қойып болғаннан кейін камераны қойып болғаннан маған бір сообщение ма, бір знак жасасаңдаршы, мен түсінетін еш. Дилек, ренжімейсің. Енді қызық Дилек кесер. Ал, басталды олай болса, кеттік іске сат. Іске сат. Ал енді. Давай. Іске сат. Давай, Ахон. Абайла. Сен абайла. Ал енді, қызықтың бәрі алда. Қалай, Нурик? Алаңдаватсың ба? Қорқынышты. Қорқынышты. Келелі ашылады ма? Алдыңды үшін GoPro орнатып жатыр. ақ қойып жатырмыз. Жанып тұрады. Диляра қорқынышты ма? Диляра ұрсам. Шақтайды ол. Сразу. Онда мен айтпаймын. Камшат наготове, да? Ол да қорқып отыр. Енді, бәрі. Сендер іштеміз, мен ішім ойындайтын да. Ахон бақыт. Ахон не үшін түсіп жатыр түсінгенмейді. Маған примерно косяк қылайын тұр, бірақ ешқашанда измена жасамаңдар қыздарыңа. Жамайды дейсі. Бұның бәрі әзіл ғой жай, да? Ішім қолғалып жатыр. Мен 2 минутқа қызым. Пранкта. Кәне. Көрін, ена жапшы перден сәл. Байқамайды, как раз сіздермен бірдей. И мына жақта екінші камера орнатты. Міне кіргенде прямо мына жерде тұр. Әне ар жақта есік. Кіреді есіктен мұнда. Есік кіреді, и мұнда разверху қалды. Кіреді да, бүйтіп қарайды да. Мати. Математики сразу же получилось. Математики сразу же получилось. Блин, такой же. 근데 가는 서 마티마틱
Охуеть. Сука, блядь. Сен дура вообще, ебаный. Диалог А? Не болды? Е, Не істеп жатсың? дым болған жоқ. Алған жоқпыз ғой. Мен шығып кеткен пайдалану керек па сөйтіп? Жан зәт мынау! Дым болған. Да-да, өйстесің ба не шығып кеткенге? Дым болған жоқ ондай. Қалай дым болған жоқ, қалай дым болған жоқ? Басың жасай ма сені? Басың жасай ма сені? Дұрыс түсінмей алдым сені. Қош вообще, стамаш! Сен дура, не қыласың? Оның кінәсі жоқ. Стама! 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 Өзім жабысқан. Стама дедім саған. Аппетші бақым. Осы ма? Осы ма маған адалдың? Осы ма? Осы ма? Құтта үйден шығып кеткенде. Болды жетер қойшы шынан тұр. Қойшы дейін болды. Не қойш? Қойш. Сенікі дұрыс па, Хабайтыш? Сенікі дұрыс па? Дұрыс па сенікі? Керістік балды екен, болды ма? Шанс пайдалану керек қой, да? Болды ма? Айттым Иса, нормально. Не айттың? Не айттың маған? Дата өсту керек па? Маған қарашы, жігіт емессің ба? Аппетші. Қаяқ қалып кетеді? Араласып шықпай тұрсың. Әлсіз болып қойын да бәрі. Жаттық ба, жаттық ба? Не қыласың мұнда, не қыласың? Жатқан жоқпыз ғой. Не қыласың мұнда? Дымда. Күлесің зат ба? Ладно, не істесем, өзің біл да. Бірдеме айтайын ба? Өткенде керісіп қалдық қой екеуміз да. Мен далаға шықтым. Білесің ғой? Сол кезде мен басқа біреумен кездесіп келдім. Ну нахер. Отец. Сол кезде мен басқа біреумен кездесіп келдім. Тыңда, қазір саған олар пранк жасайын деп жатыр. Кімге? Саған. Кімдер? Ана барлығы үйдегілер. Өтің. Былай, короче, тема. Қазір олар, мен саған сюжетті айтып берейін, қалай болады. Қазір сен үйге кіресің, менімен бірге. Мен неге кіріп кетем? Телевизор бар комнатаға. Ахон Камшатпен неде жатады? Не дейді? Спальныйда жатады. Үйде ұйықтап отыр ғой. Өтірік ұйықтап отыр. Специально ұйықтап қалды. Короче, олар по сценарий бойынша екеуі қазір неде жатады? Сосын. Спальныйда. Сен кіресің да спальныйға. Ана екеуін көргеннен кейін, короче, кипиш жасау керексің, түсіндің ба? Орыс керіс жасау керексің, аяқсында. Сосын емес, тыңда. Короче, кіресің, и ана екеуін көргеннен кейін, в общем, Ахон бүйтіп тұрады да, сен жаққа келеді. Сол кезде ұрсасың, сен кәдімгідей күліп жібермеу керексің да. Ұрсасың, сен басын сима, блядь, не істеп жатсың? Дәгөй, пранк онда маған емес, Ахонға ғой жартысы. Енді тоқта, енді тыңда. Олар негізі қазір Ахондар саған істеп жатыр. Бірақ біз қазір Ахонға істейміз, түсіндің ба? Қумаш мен не қатысым ба? Жынсың ба? Қазір тоқта, сен бүйтіп айтасың. Енді тыңда. Анау екеуі типа қазір жатып жатыр. И сен Тапатал түсте ма? Тапатал түсте, иә. Қазір сен ұрсасың. Там лақтыратын зат болса лақтырып, короче, қырылыс болу керек. Камшат бойынша сеңе демей Ахонға ұрсасың, короче. Жоқ, дымжер просто оның сценарий бойынша ол просто қазір үндемей отырады да бір жерде. Ал Ахон, короче, сен алдында ақталады. И, короче, сен ұрсасыңдар. И сен бүйтіп айтасың, сол ұрысқаннан кейін айтасың. Негізінде, типа, соңында айтасың. Негізінде алдында екеуміз ұрысқан кезде мен де бір жігітпен кездестім. Жоқ қой, айтпа. Жындысың ба сен? Пранкқа пранк. Тоқтасай біздің сценарийіміз етсек. Жоқ, сол кезде біз Ахонның реакциясын көру керекпіз, түсіндің ба? Қумайды, онымен ұрып жібереді. Ұрмайды, мен қасында боламын, оны тоқтатып аламыз. Аналар қазір неде болады, туалетте болады, ванныйда болады, короче, бәріміз бірге. Просто айтасың, типа, не пайдаланып, не істеп жатсың, анау, короче. Ұрсасың, кәдімгі боқтайсың ба, боқтай бер. Шығып кетесің комнатадан, түсіндің ба? Шығып кетесің, мен сол жерде тұрамын, анаяқтан бәрі шығады, түсіндің ба? Просто реакциясын көру керекпіз. Біз Ахонды аналар специально келіп отыр ғой, Ахонды разыграть ету үшін. Пранк дейді, түсіндің ба? Сосын оны қайда саласың? Оны ютубқа саласың. Түтіндер бар онда, вообще. Бірдеме айтайын ба? Өткенде керісіп қалдық қой екеуміз да. Мен далаға шықтым. Білесің ғой? Сол кезде мен басқа біреумен кездесіп келдім. Енді
не істесең өзің біл. Бақытты бол. Бірдей бір болған шығар. Ay seni mağaza savaştılar var ya. Салон сик Білерсің, маған жүрек ролға кірген десің ба? Мен көп қойып күлімі күлмейтін ғой. Жақтың десе. Бақытты бол. Алмай тұрам үйте отырып тұрам үйте Білем, Сынан жоқ. Соткым жерге лақтырды ғой қайтасың. Менде. Ал Ахом бір-екі ауыз сөзін айтып жүр. Мен ойлап едім негізі. Екеуміз қалып қалдық онда. Мынау кірер кезде дірілдеп отыр ема. Сенің ема от қорқуатым мен қорқуатым. Жаман. Ақырсында өз алдан қалды енді. Не мен алды енді түсінер. Мен өзім Жоқ, қандай ашық үйде болдың айтқан кезде. ебат. Ұрып жібереді. Мен енді типа андай істеп тұрмын ғой, мен өзім изменять етіп тұрмын, бұл жігітпен кездессе енді болады ғой. Сен де алмайсың ғой. Бақытты бол дейсің ғой. Бірақ ішіме ойлақпан. Натуре ма, Жүрек айтады да, бля, мен қазір сөйтіп айтсам, ол мен ұрып жібереді деп қорқам, мен астында тұрып армайды деп. Өзім оқып Мен өзім оқып кеттім, бірақ дірілдеп кетіне қойыңдар деп Болды бәрі әдем. міне достар, сонау ұйымдастырған пранкымыз ойдағыдай сәтті шықты. Қалай Ахом? Сезім қалай? мен вообще күткен жоқпын, по идее. Бұл жігіттердің NN Life-тың пранктарын оң алдынан қарап жүрген болатынмын, но именно маған жетіп келеді деп мен ойлаған жоқпын. Өте қызықты болды. Іште түрлі ой болды, қорқыныш болды. Сондай қызықты болды өте. Алдағы уақытта осы жігіттен жақсы пранктар күтіңіздер. Араларыңызда біреулеріңізге де жетіп қалуы мүмкін. Сондықтан сақ болыңыздар. Достар, бүгінгі видеоға көмектескен Баха бауырымыз, Диляра, Кәмшат қыздарымызға көп рахмет. Ұнаса лайк басамыз, каналға жазыламыз, Инстаграм парақшаға тіркеуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.